Баршаларына қайырлы күн. Бір-екі бір айтар сөзім бар еді. Жалпы өзім жайлы айтқым келіп жатыр. Және де мынау әрдайым маған неше түрлі сөздер жазып, былайша айтқанда далбайыпсың ба, қуып кеткенсің ба, меф шегіп алғансың ба, ішіп алғансың ба, соққы көп жіберіп қойдың ба, туда суда, семіздікті көтере алмай кеттің, инстаграмщик, тиктокер, блогер, бір бәле, анау мұны, туда суда. Короче, осындай былайша айтқанда көтіп оқ адамдарға айтқым келіп жатыр. Хейтерлер дейді ғой, енді қазір современный тілде хейтерлер деп атайды оларды. Көбісі жаңағы. Енді без них никак. Мен оларға вообще мән бермеймін. Мән берген емеспін и никогда мән бермеймін за всю свою жизнь. Хейтерлер болу керек, благодаря таким людям мы только растем. Но хочу бір нәрсе өзім жайлы айтайын деп жатқаным, ол қазір современный тілде оларды хейтер дейді. Мен өз тілімде оларды хейтер деп атамаймын, оларды көтіп оқ деп айтайын. Ол көтіп оқ адамдар да. Көтіп оқ жігіттер. Көтіп оқ деген абасынан айтып берейін жалпы. Көтіп оқ деген сөз ол көті боқ болады ғой, да такой себе көтін боғын сүртем айтты оларшы. И сасып, бықсып, былайша айтқанда өмір бақи, былайша айтқанда изгой общество болып жүретін адамдар ғой. Изгой общество болып жүреді да сондай. Жалпы мен Мұхит Амантаев 1987 жылы Қазақ СССР Жамбыл облысы Жуалы ауданы Жанаталап ауылында өмірге келген. Таза қазақтың баласымын. Аллаға шүкір. Боксты 1997 жылы бастаған. Боксты 10 жасында бастаған. 11-12 жасынан бастап, 11-12 жасынан бастап жарыстарға шыға бастадым. Менің бапкерім Көпбосын Сыдығалиев, Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген спорт шебері ағайым. Менің ол кісі өмірден кетіп қалды. Мен Қазақстан Республикасының халықаралық дәрежедегі спорт шеберімін. 1997 жылы бокс бастадым. Мінекей 2024 жыл, яғни 27 жыл болды осы спорт саласында, яғни бокста жүргеніме. Аллаға тәубе, азында залға кірем, кешке залдан шығам деген сияқты. Алла денсаулық күш-қуат берсе, әлі тағы да 27 жыл Алланың қалауымен, Алла нәсіп етіп жатса, шапқылап, күліп ойнап, осындай өзімнің видеоларымен сендерді қуантып жүрмін. Жалпы мен спорттық мансабымда 300-ден астам жекпе-жек өткізгенмін. 1997 жылдан бастап 2013 жылға дейін боксасқам. Яғни любительский бокста 16 жыл боксасқам. 16 жыл тоқтамай, беспрерывно кіші кадеттен бастап ұлттық құрама командасының мүшесінде жүрген азаматпын. Кіші кадетте сборный команда, кадетте сборный команда, молодежка сборный команда, ересектер по мужикам сборный командада жүрген адамын. Екі олимпиадаға 2008 Пекин олимпиадасы, 2012 Лондон олимпиадасына дайындалған және олимпиада чемпионы жүлдегері болған жігіттермен бірге екі олимпиадаға дайындалған. Солардың қатарында өзім үміткерлердің бірі болған олимпиадаға баратын. 2008 Пекин олимпиадасына 20 жасымда олимпиада лицензиясына барып, олимпиадаға бара алмай қалғанмын, лицензия аламай қалдым. 2012 Лондон олимпиадасына нағыз мықты бабында сақадай сай болып тұрған кезде орныма қарсыласым кетіп қалды. Оғанда ол олимпиадада бара алмай қалдым. Сөйтіп 2013 жылы бокстан карьерамды былайша айтқанда қойып 2013 жылы Астана қаласына көшіп келдім. Жалпы кішігірім жетістік жайлы айта кетейін, тағы да айта кетейін, любительский карьера менде 300-ден астам жекпе-жек өткізгем. Мен апта сайын жарысқа шығатын, апта сайын бокс жасадым. Енді сол уақытта сондай болды ма білмеймін ғой. Былайша айтқанда бір айда 2-3 жарыс бокс жасап тастайтын. Жұрттар қазіргі балалар мысалға жылына 3 жарыс, 4 жарыс көретін болса, мен бір айда 3-4 жарысты әшейін шемішке шаққандай бокс жасап өтіп кететін. Сондай замандарда, сондай уақыттарда өтті. Кіші кадеттер арасында 2003 жылы Қазақстан Республикасының қола жүлдегерімін, кіші кадеттер арасында Қазақстан Республикасының чемпионатының күміс жүлдегерімін, 2005 жылғы кадеттер арасында Қазақстан Республикасының чемпионатының чемпионымын, жастар арасында Қазақстан Республикасының чемпионатының чемпионымын, 2007 ересектер арасында Қазақстан Республикасының чемпионат, Қазақстан Республикасы спартакиадасының қола жүлдегерімін, 2008 жылы Қазақстан Республикасы чемпионатының жеңімпазымын, 2010 жылы Қазақстан Кубок Федерациясының ересектер арасында чемпионымын, 2012 жылы Қазақстан Кубок Федерациясының чемпионымын, 2012 жылы Қазақстан Республикасының чемпионатының қола жүлдегерімін. Белоруссия, Минскте өткен, Қытайда өткен, Қырғызстан, Өзбекстан, Турция, Германия, Финляндия,
Азербайджан, Чехия, Молдова деген сияқты елдерде өткен халықаралық жарыстардың класса, малый чемпионат мира турнирлардың былайша айтқанда жүлдегері болған, жеңімпазы болған. Енді оны айта берсек өте көп. Жалпы мынау кішігірім осы спорттық мансапта жүрген жетістігім. Мына тұрған белбеу, мынау алтын белбеу. Мына алтын белбеуді 2009 жылы Чечня елінде класса Кадыров турнирінде бірінші орын алып, ең үздік боксшы болған. Сол кезде мынау алтын белбеу, 3 килограмм таза алтын. 2009 жылы Рамзан Кадыровтың өзі ұстатқан маған. 2009 жылы мен сол Чечняда, Грозныйда бірінші орын алып, ең үздік боксшы болған. Сонда Рамзан Кадыров келіп, осы алтын белбеуді ұстатып, қолыма 20 мың доллар ұстатқан. Жалпы, одан кейін 2013-те, яғни боксты қойып, 2013-те боксты қойып, Астанаға келіп 5 жыл адасып жүрдім. Ана жақтан, мына жақта жүрдім. 5 жыл адасып жүргеннен кейін қайттан бокс, іс-тірлік шаруам бәрін қойып, 2018 жылы қайттан спортқа келдім. Бапкерлік мансабымды бастадым. Бапкерлік қызметін бастадым. 2018 жылы, яғни 2013-те боксты қойып, 5 жыл ринг төріне шықпай, без тренера, без витаминизация, без спарринг партнера өзім дайындалып, Алланың қалауымен, Алланың берген күш-қуатымен өзім тағы айтамын, дайындалып, без никакого помощника. Профессиональный рингқа шығу мен үшін бір үлкен бір сондай бір мақсат болды. Бір қайтадан ринг төріне шығып, өзімді бір көрсеткім келді. 2018-ның аяғында Ресей Федерациясы Санкт-Петербург қаласына барып, бірінші профессиональный дебют бойымды мақсат қойған. Барып, 10 килограмм салмақ қуып, 59 килограмм бокстасып, бірінші жекпемде жеңіске жеткем. 5 жыл ринг төріне шықпай. Ол кетті. Одан бөлек 2022 жылы соңғы бокстық карьерам тренермін. Одан бөлек жаңағы балалармен жұмыс жасаймын. Одан бөлек өзім жаттығу жасаймын. Bu yerде де ешқандай көмекшісіз, ешқандай тренерсіз, спарринг партнерсіз, Аллаға тәубе, Алланың берген күш-қуаттың арқасында әйтеуір қасымда жүрген бапкерлер бар, інішектер бар, брачкалар бар. Солармен әйтеуір спарринг жасап, бокстасап, қайтадан 10 килограмм салмақ қуып, 2022 жылы любительский бокстан 9 жыл любительский бокс, 2013-те боксты қойып, 2022 жылы 9 жыл ринг төріне шықпай, 9 жылдан кейін Всемирный чемпионат мира среди МВД ішкі істер қызметкері арасында әлем чемпионатына 2022 жылы 35 жасында 9 жыл ринг төріне шықпай, Голландияға барып, Роттердамға барып, ішкі істер қызметкері арасында әлем чемпионы болып келдім. Мінекей, Аллаға тәубе, Құдайдың берген мінезім бар, Құдайдың берген рухы бар, Құдайдың берген намысы бар. Салт дәстүрімді білемін. Қазақ екеніне қуанамын.